отбасында көп қақтығыс болған жігіттер уже өзіне жуас қыз іздей бастайды. Уже жуас қыз іздей бастайды. Неге? Сол жуас қыз ол кімді қайталамайды? Мамасын қайталамайды. Мамасы сондай адуын болып, әкесін басып тастаған болса, сол әкесінің ролына кірмес үшін өзіне жуас қыз табады. Бірақ сол жуас қыздан жуанды өзі шығарады. Точно. Неге? Өйткені ол жүректе бір қорқынышпен өмір сүреді. Ол қорқыныш не туралы? Ол унижать етпеу туралы. Ол кез келген сәтте әйелі екі ауыз сөз қарсы айтса, бітті оны басып тастайды. Бітті оған атака береді. Бітті оны жер-жебіріне жетеді. Өткенін қазады, қателігін тереді. Я, айналып келгенде бір күні ол әйел не істейді сосын? Жарылады. Сөйлейді, жарылады. Не өмір бойы жыртып өтеді, ол да бекер таңдап тұрған жоқ ондай жігітті. Не болмаса бір күні жарылады да, сосын екеуінің рөлі ауысады. Бір күні жаңағы жігіт кезінде жуас қыз таңдаған. Папасының орнында отырған өзі байқамай қалады.